Сәлем достар, алдыңғы видеомызда біз Facebook'тың алгоритмі жайлы әңгімелескен болатынбыз. Бүгінгі видеомыз Facebook'тың таргетингіне айналады, яғни таргетингтік жарнамаға. Таргетинг деген ағылшын тілінен аударғанда нысана деген мағынаны береді, яғни сіздің көздеген аудиторияңыз. Көздеген аудиторияңызға қалай жетуге болады? Айталық, сіздің бір тауарыңыз бар, сату керек. Яғни сіз ол тауарыңызды белгілі бір топтағы адамдарға сатқыңыз келеді. Айталық, студенттерге, болмаса 40 пен 50 жас арасындағы ер азаматтарға, немесе тағысын тағы. Оған қоса белгілі бір аумақта Қазақстан бойынша, мысалы, немесе Астана қаласын ғана бойынша алғыңыз келеді, немесе Алматы қаласында, немесе Алматы мен Астана қаласында, және тағы да басқа көптеген мүмкіндіктерді пайдалана отырып, Facebook'тың жарнамалық кабинетіне сіз таргетингтік жарнаманы қоса аласыз. Оған қоса Facebook таргетингтік жарнамада 15 түрлі мақсатқа, жауамен 15 түрлі мақсатта қолдануға сізге мүмкіндік береді. Осыларды қолдану арқылы сіз өзіңіздің тауарыңызды нағыз көздеген аудиторияңызға жеткізе аласыз. Таргетинг жарнаманы жасау үшін әрине сіз Facebook'қа төлеуіңіз керек. Яғни шамалы сумма төлеу арқылы сіз өзіңіздің аудиторияңызды кеңейте аласыз. Яғни алгоритмдегі 10-15% аудиториядан асып шығып, ары қарай қандай аудиторияға көрсеткіңіз келеді, сол аудиторияға жеткізе аласыз. Сондықтан да таргетинг жайлы сабақтарды біз кеңірек қарайтын боламыз. Әр мақсатқа жеке-жеке тоқталамыз. Әрқайсының жеке-жеке ішіндегі сырларын, құпияларын ашып, сіздерге видеомен және скринкасттармен міндетті түрде жеткізетін боламыз. Әрине, осы тақырыпқа арналған міндетті түрде Facebook'та тікелей эфирге шығуымызда ғажап емес, сондықтан да тікелей эфирді міндетті түрде күтіңіздер. Егер сізге таргетинг жарнама қызық болатын болса, міндетті түрде комментке жазыңыз, сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде жазыңыз, пікірлеріңізді жазыңыз. Және алдағы уақытта қандай видеоны көргіңіз келеді, сол туралы да міндетті түрде пікірге жазуыңызды өтінемін. Менің барлық контактілерім осы видеоның сипаттамасында, сондықтан да сіздердің жауаптарыңызды, пікірлеріңізді, сын ескертпелеріңізді күтемін. Келесі видеода көріскенше.